Сәлем достар, бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз. 29-шы бет, 26-шы жаттығу. Бізде бұл жерде динозавр туралы айтылған көріп тұрмыз, балалар, иә? Raise and complaint, use and or but because, иә? Біз бұл жерде қызылмен жазылған сөздерді қойып шығуымыз керек. Яғни бізде динозавр туралы айтылған. Бізде динозавр туралы домалақ үйі болатын, иә, және гнеза дейміз, иә, оны, иә, жұмыртқалаған, иә, бұрын біздің қазіргі тауықтарымыз, жаңағыдай құстарымыз құсап, иә. Дәл солай динозаврларда солай өзінің ұрпақтарын көбейткен, иә, балаларын. Және де біз екіншісі, біз we don't know how long dinosaurs lived, және де сызықша керекті нұсқамызды қойып, арқылы жалғастыратын боламыз. Олар ғалымдардың айту бойынша 100 жыл өмір сүрген деп есептейді, иә. Және де үшіншісінде динозаврлар етпенен жаңағыдай жапырақтарды жеген дейді, иә. Ал бесіншісі кей динозаврлар өте кішкентай болған дейді, және де біздің олардың қорғанатын тікенектері болған дейді, және де ауызының үлкен ауыз сүйектері болған, иә. Және де бесте we aren't sure of the dinosaurs colors, they don't exist anymore. Және де олар қазір біздің жер ғаламшарымызда жоқ, иә. Яғни олардың түстерін colors, олардың түстерін біз білмейміз, иә, оның қалай болғанын біз оны шын мәнінде көрген жоқпыз. Және де түсіндікте олаймын, керекті нұсқалықты қойып шығамыз. Және де 27-ші жаттығуға көшетін болсақ, read, choose and complain деп тұр, иә. Біз бұл жерде осы кәдімгі is, are деген сияқты қойып шығамыз, иә, мынау жаңағыдай керекті орындарды қойып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мынау сызылып тұрған нұсқалықты қойып шығуымыз керек. Және де бізде көшіріліп қойған is деп, иә. Екіншісінде болады willow. Үшіншісінде болады бізде fire. Төртіншісінде болады бізде tile. Бесте болады бізде test. Алтыншысында болады бізде visit.